ерлеріңе сәттілік тілеп қойыңдар. Мен саған сәттілік тілеймін. Жарайсыңдар балалар, отырыңыздар. Балалар, үй тапсырмасынан берілген сұрақтарға жауап бере отырып, біз жаңа сабақтың тақырыбын анықтайтын боламыз. Ал, бастайық. Балалар, бірінші сұрақ: қазақ халқы жылқыны қандай жануар деп есептейді? Біліңіз. Киелі жануар. Келесі сұрақ: жылқының қандай қасиеттері қазақ халқы үшін маңызды болып табылады? Ал, Наркиза. Киім, көлік, тамақ, сусын. Жақсы, тексеріп көрейік. Жылқының жасы мен денсаулығын атбегілер қалай анықтайды? Жанелі? Түсіне қарап. Түсіне қарап. Төртінші сұрақ: жақсы аттың тісін қарамас болар деген нақыл кімдерде қалған? Амина? Ата-бабаларымыздан. Бесінші сұрақ: қазақ халқы жылқыны қандай қасиетке ие жануар ретінде бағалайды? Амирхан. Ерді жан сүйеді. Келесі сұрақ: қандай жылқылар елдің аңыз ертегілерінде жиі кездеседі? Ал, Ақылды және күшті тұлпарлар. ақылды және күшті тұлпарлар дейді. Келесі сұрақ: жылқының көру ерекшелігі туралы қандай мәлімет берілген? Оның көрі алмаға 160 градус. Балалар, қысымдаймыз бе? Балақтарыңыз қол көтеріп отырыңыздар. Қазақ халқының жылқы қатысатын қандай жарыстар мен ойындар бар? Әй жарыс, бәйге, аламан. Аламан, бәйге. Тоғызыншы сұрақ: жылқы қатысатын қандай ойындар мықтылықты анықтайды? Амирхан. Ат үстіндегі тартыс, көкпар, жамбы ату. Соңғы сұрақ, балалар: жылқының көзі туралы не айтылған? Түнде жақсы көреді. Түнде жақсы көреді дейді. Суретке қарап біз сабақтың тақырыбын болжап көрейікші балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Үй жануарлары деп ойлайсыздар, иә? Үй жануарларын біз тағы да қалай айтамыз? Тағы да қалай айтамыз? Үй жануарларын төрт түлік, иә? Яғни бүгін біз төрт түліктің пайдасы деген тақырыпты өтетін боламыз балалар. Төрт түліктің пайдасы. Сабақтың мақсатын бірге анықтайық балалар. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау, тақырып бойынша деректер қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу. Ал енді балалар, жаңа сөздерімізді танысып алайық. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: балқаймақ. Қайталайық. Балқаймақ. Асыраушысы. Тері. Ет. Жамылғы. Ал енді осы жаңа сөздермен сөз тіркесін құрап көрейікші балалар. Балқаймақ. Өте дәмді балқаймақ деді. Жақсы. Енді осы сөз тіркесімен сөйлем құрай аламыз ба? Өте дәмді балқаймақ. Өте дәмді байқаймақ. Бәрі дайындады, иә? Мен бүгін балқаймақ жедім. Сөзді қалдырып кеттім: дәмді. Мен бүгін дәмді балқаймақ жедім. Жақсы. Келесі сөзіміз асыраушысы.
баланың асыраушысы. Баланың асыраушысы дейді, жақсы. Тағы да бар ма? Басқа. Мысалы, үйдің асыраушысы, иә? Ал енді сөйлем құрап көрейікші. Қандай сөйлем құралды? Үйдің асыраушысы. Үйдің асыраушысы. Кім? Әкем, үйдің асыраушысы. Болды, дұрыс айтасыз, иә? Баланың асыраушысы кім? Ата-аналар. Ата-аналар. Солай ғой? Жақсы. Келесі сөзіміз тері. Қандай тері? Термен жасалған. Жылқы терісі, дұрыс айтасыз. Жануарлардың тері. Жануарлардың терісі, дұрыс. Енді сөйлем құрап көрейік. Жануарлардың терісінен не жасайды? Киім жасайды десере, жақсы. Жылқының терісі туралы не айтамыз? Жылқының терісі қандай? Үлкен. Қатты десек болады, иә? Жақсы. Ет. Ет. Жылқының еті. Жылқының еті. Аида бар ма сізде? Қандай сөз тіркесін айта аласыз? Ет. Жанель. Ет. Жылқының еті, сиырдың еті, қойдың еті, жақсы. Ал енді сөйлем құрап көрейік. Мен бүгін етті жедім. Мен бүгін қойдың етін жедім. Е? Жақсы. Немесе жылқының етінен бешбармақ жақсы дайындалады, немесе жақсы шығады. Е? Жамылғы көрпе. Жылы жамылғы көрпе. Дұрыс айтты, жылы жамылғы көрпе. Ал енді сөйлем құрайық. Қойдың жүнінен жылы шығады, немесе жасауға болады, е? Жақсы. Жаңа сөздермен таныс болдық. Ендеше балалар, қазір сіздерге тыңдалым болады. Мұқият тыңдаймыз. Сол тыңдалым бойынша сіздерде топтық ойын болады. Яғни сұрақтар болады. Ал ендеше, тыңдап көрейік. Қазақ халқының ұғымында әр түліктің өзінің түрі иесі болған. Олар мал басын қорғап, сақтап көбеюіне септігін тигізген. Мысалы, түйенің түрі ойсылқара, қазақ халқы түйені көс-көс деп шақырған. Түйенің түрі бода, жылқының түрі қамбар ата. Қазақ халқы жылқыны құрау деп шақырған. Жылқының түрі құлын. Ал сиырдың түрі зеңгі баба. Сиырды ахау деп шақырған. Сиырдың түрі бұзау. Қойдың түрі шопан ата. Қойды пұшай деп шақырған. Қойдың түрі қозы. Ешкінің түрі сексек ата. Ешкіні шөлі деп шақырған. Ешкінің түрі лақ. Ал ендеше балалар, қазір біз платформасында біз естиміз топтық ой ойнап көрейік. Бірінші топ шопан ата тобы. Сіздер таңдаңыздар, қай ұяшық таңдаймыз? Бірінші ұяшық дейді, ашамыз. Сұрақтарыңызды оқыңыздар. Ешкінің түрі. Ешкінің түрі кім? Сексен аға. Сексен. Қамбар ата. Төртінші яшық. Төртінші ұяшық. Сиырдың төлін ата. Қатылар үшін естіген сиырдың төлін ата. Төлі. Бұзау. Бұзау дейді. Сиыр. Дұрыс. Жетінші ұяшық. Қойдың атасы деген мағынада ғой, атасы. Басқа топтан жауап беретіндер бар ма? Бірақ сіздерге бал қосылмайды, бұл ойынның шарты сондай, иә? Білеміз бе? Шопан ата дейді. Я бірге сіздер ойласуларыңызға мүмкіндік бар балалар? Сіздерге топтық ойын жүріп жатыр, сол себептен шопан ата. Дұрыс. Сұрақ оқыңыз. Түйені қалай шақырады? Хауа қойыстырма, дұрыс емес балалар. Көз шақырады. Екінші яшық. Сұрақ оқимыз. Қойды қалай шақырады?
Үш ай ішесіз, иә? Дауыстарыңызды шығарып айтыңыздар балалар, сіздер қатты естілмейді. Алтыншы иә шектейді. Сұрақ қойыңыз. Сіздерге тағы да түйенің төлі. Бірге ақылдасыңыздар ғой, түйенің төлі кім? Баласы. Түйенің баласы. Басқа топ сіздер жауап бермейсіздер. Егер олар жауап бермегенде ғана жауап беруге болады. Сұрақтың бірінші оқымайсыздар. Дұрыс. Үшінші топ, иә? Үшінші таңдаңыздар. Қандай? Тоғызыншы яшы. Төлі баласы деген мағынада бала шатастыңыздар шөлер. Қолын. Қол сіздерге санамайсыздар, жарайды. Абайсызда басып қалдым. Так. 11-ші яшы. Сұрақ оқимыз. Ешкінің бөлі. Екінші оныншы яшы. Сұрақ оқимыз бірінші. Сілегіде қала шақырғады. Ахау. Енді соңғы сұрақ үшінші топ сіздерді кім ол? Жылқышының? Жақсы. Сіздерде балалар, енді қараңыздар. Мен сіздерге. Яғни көріп тұрсыздар, иә, мұнда 15 балл. 15 деген значит сіздер 3 сұраққа жауап беріңіздер. Екінші топ сіздер барлық сұраққа жауап беріңіздер 4 сұрақтың бәріне. Үшінші топ сіздер 15 балл. Сіздер 4 сұрақтың үшеуіне ғана жауап беріңіздер. Енді дескрипторды қараңыздар балалар. Қазір сіздер өздеріңізді бағалайсыздар. Яғни сіздер бағалау, домбыра әдісімен бағалайсыздар. Мына жерде жазып тұр. Егер де сіздер бір сұраққа ғана жауап берсеңіздер, 1 балл қосасыздар. Егер 2 сұраққа жауап берсеңіздер, 2 балл қосасыздар. Ал егер 3 және 4 сұраққа жауап берген болсаңыздар, сіздер 3 балл қосасыздар. Значит, барлық топ 3 баллдан өзіне қосады. Қосыңыздар 3 балл. 3 балл. пайдасы. Балалар қазір тағы да тыңдалу мәтін болады. Бұл мәтінді мұқият тыңдаңыз. Сіздер білесіздер, бұл мәтін өте ұзақ болады. Сіздерде бұл оқулық та бар. Керек жағдайда бір сіздер өздеріңіз көз жүгіртіп оқып шығасыздар, иә? Көз жүгіртіп оқып шығасыздар. Яғни мәтінді мұқият тыңдап, сол бойынша тапсырмалар болады. Ол үшін сіздерге мұқият тыңдау керек. Жақсы ма? Яғни төрт түлік туралы қандай пайдасы бар, төрт түліктен қандай тағамдар алынады деген сияқты. Төрт түлік малдың ең қасиеттісі түйе болып табылады. Қазақ халқы түйені дала кемесі деген. Ол шөлге шыдамды, жүк артса көлік, жесе ет, ал жүні киімге жараған. Қазақтар түйенің жүнінен жүн шапандар киген. Ол жеңіл, жұмсақ әрі қыста жылы болған. Тағы түйенің жүнінен тек жамылғы көрпелер жасаған. Аяқ асты тастауға болмайды деп төсеніштер жасамаған. Түйенің шудасы қайнатып емге пайдаланған, ал терісінен ер қаптаған. Ал сүтін болса емге пайдаланған. Сүті қою, құнарлы, сүтінен шұбат, құрт, балқаймақ жасаған. Сиыр малын қазақтар көбінесе тамаққа жараған сиырды кейде көшке, егіске пайдаланып отырған. Сиырда үйдің берекесі, айран сүті көзі, отбасының асыраушысы ретінде қадірлі мал болған. Ертеге сиыр жол ас ауғаты жұтан болып есептелген. Ертеге сиырдың терісінен құдықтан су тартатын қауға ыдыстар, қымыз аштатын сабалар, сусын құятын торсықтар жасаған.
тіпті сиырдың тезеген отын ретінде егіншілікке пайдаланған. Ал мүйізінен тарақ жасаған. Қой төрт түліктің ішіндегі қазақтың сүйіктісі мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көл көсір деген қазақ атамыз. Өзі тал, тез етал қонаққа деге жарап отыратын, сүті майлы жолында. Қой мен ешкінің иленген терісі түрлі сырт киім мен аяқ киім тігуге пайдаланған. Қойдың жүнінен киіз басып, жіп иіріп, балалар жасалады, кілемдер, текеметтер тоқылады. Қазақ халқы қой мен ешкіні уақ мал деп атайды. Ешкі өте өсін талмал. Ешкінің еті жеңіл, әрі сіңімді, сүті өте құнарлы. Ешкінің сүттісін арнайы ұстап, ана сүтіне жармаған баланы ешкі сүтімен асыраған. Ешкінің серкесін әрдайым қойдың отарына қосып отырады. Оның бүкіл отарды бастап, жайылымға апарып әкелетін қасиеті бар. Ешкі жеңілдік мал деп есептелген, мінезі ұшқалақ, шыдамсыз баланы ешкі құсап селтеңдеп деп ешкіге теңеп отырады. Тағы ешкінің жүнінен тігіп орамалдар тоқиды. Ол жылы әрі жұмсақ болады. Қазақтың қасиетті балдарының бірі жылқы. Ат ер қанаты. Жылқы жүйрік әрі өте төзімді малуны салтыныңге күш көлік ретінде пайдаланады. Сайын далада ұшқан құспен жарысып, халық үшін атқа мініп жауға шапқан батырларымыз да аз емес. Қымызды емге пайдаланған, бойынды қыздырып қысты күні жылы әрі жолды болады. Жылқының жалынан, құйрығынан арқан жіп есілді, етіне қазы, қарта, жал жая жасайды. Балалар, мәтін түсіндік болып сіздерге, яғни бұл мәтін сіздерге оқулықта бар, керек жағдайда тағыда көшіріп оқып шығасыздар, қазір сіздерге мынандай тапсырмалар болады. Яғни түйенің қандай пайдасы бар? Өз ойыңды айту. Яғни түйе туралы жазасыздар өз ойларыңызға қандай пайдасы бар? Сіздерге балалар жылқыны беремін, жылқының қандай пайдасы бар? Сиырдың қандай пайдасы бар? Және өз ойларыңызды жазасыздар. Жақсы ма? Топпен бірге жұмыс жасаймыз, топта. Яғни сосын балалар, сіздер бір-бірлеріңізді бағалайтын боласыздар. Дұрыс айтты ма ойларды, жоқ па? Талқылаймыз. Балалар, 2-3 минут жібек қойып, 2 минут қана беріледі, тез етеміз. Уақыт өтеміз. Мәтінен алсаңыздар болады, ақпараттарды өз ойларыңызды қоссаңыздар болады, өз ойларыңызды дәлелдеу керек, сосын балалар. Олар бір қарап жеріңіздер, 2 балл болады тапсырмаға, яғни өз ойын айтады және ойын дәлелдейді, жақсы ма? Балалар, аяқтаймыз. Бірінші топ, екінші топ жинақталамыз. Болдыңыздар ма? Тез етеміз. Сіздер отырасыздар, қазір бірінші топ шығады. Екінші топ, Діназ, Аида тобы. Сіздер тыңдайсыздар, бағалайсыздар, үздік жұмыста әлде
келіспейсіздер ме? Әлде толықтыру қажет пе жоқ па? Жүріңіздер. Бірінші топ Шолпан апа тобы шығады тақтаға. Ал Қамбар ата тобы тыңдаймыз. Дауыстарыңызды шығарып айтыңыздар естігендей. Түйін қандай пайдасы бар ос бөлуді қайт. Түйіннің пайдасы қолы өте пайдаланған, иә? Оның сөзден суға қойып байқайды және жүрекпен киім тигеді. Болды ба? Тағы да бар ма қосатындарыңыз? Қосатындар ма? Жоқ, иә? Енді тұрып, сіз мына сөйлемді оқып шығыңызшы, мен не түсінбедім. Яғни тыңдаңыздар, байқаймақ және терісінен киім тігеді. Қай жерге барып тұрамыз? Бұл өздік жұмыс, ішінара келісемін, сұрағым бар, немесе толықтыруды қажет етеді. Жақсы айту деп санайсыздар, иә, ойлары? Жақсы, отырыңыздар. Сіздер 2 балл өздеріңізге қоссаңыздар болады, 2 балл. Екінші топ бағалаймыз, үшінші топ сіздер бағалайсыздар. Оны сақ өткен көбек өтеде деп аталған. Жалынан. Қалай бағалайсың? Қандай жұмыс болды деп ойлайсың? Жақсы айтты деп ойлайсыздар, иә? Жақсы, сіздер де өздеріңізге 2 балдан қоса аласыздар. Так, сіздер бірінші топ тыңдайсыздар, мұқият тыңдаңыздар. Сіздерге қандай сиырдың? Ашытатын сабақ. Сосын қоятын қалға ыдыс. Өзінің тарап жасаған. Ал үшінші топ түсіндіңіздер ме бірдеңе? Қалай бағалайсыздар? Тұрамыз, орнымыздан тұрамыз. Бірінші ақылдасып алыңыздар, қалай ойлайсыздар? Тағы да бір оқып шығыңыздар, неге сіз бөліп оқасыздар? Сөйлемді бір адам оқып шықсыншы, бір адам. Бөліп емес, бір адам оқып шығыңыздар. Тыңдаңыздар. Сүйдің қандай пайдасы бар? Енді сөйлемді оқып шықтыңдаршы, иә, сөйлемдеріңізді оқыңыздар. Ертеде сүйдің көміз ашытатын сабақ, сосын қоятын қалға ыдыс. Ал өзінен тарап жасаған. Ал енді, балалар, түсіндіңіздер ғой, айта қойыңыздар, сосын балалар. Барыңыздар, бірінші топ. Қайда барасыздар? Қалай бағалайсыздар? Толықтыруды қажет етеді дейсіздер, иә? Қандай жерде бұлар нені толықтырмады? Айтыңыздаршы, нені толықтырмады? Сиыр туралы не айтылмады тағы? Қандай пайдасы бар? Несі айтылмады? Сүтінен еще басқа да тағамдар жасалған. Иә, сүт береді деп айтқан жоқ, иә? Сүтін неге айтқаныңыздар балалар? Сиырды айтқанда бірінші сүтін айтуымыз керек, иә? Сүт аламыз. Жақсы, атак сіздер не айтты? Терісінен қымыз ашытатын саба, және тағы да ыдыс жасайды деп айтыңыздар, иә? Жарайды. Отырыңыздар. Яғни сіздер 1 балл ғана қосасыздар. Иә, 2 балл қоса алмайсыздар, сіздерге толықтыру қажет болды. Үшінші топ 1 балл қосыңыздар. Балалар, қазір сервис жасап жүрейік. Қолдарыңызға асықтарды аламыз.
тағы да бізде тапсырмалар бар, яғни бұл кестені толтыру. Сіздерге беріледі 4 түптен алынатын тағамдар, яғни түйеден, жылқыдан, сиырдан не алынады, сол туралы кестені толтырып жазасыздар, иә? Нақты. Сіздерге беріледі 4 түрісі пайдалану арқылы жасалған бұйымдар, қандай бұйымдар жасалады, яғни терісінен, жүнінен не жасалынады, иә? Әр бүлік бойынша жазып шығасыздар, қандай бұйымдар жасалады. Сіздерге 4 түліктің шаруашылыққа тигізетін пайдасы. Қандай? Осы 4 түрлі шаруашылыққа пайда бар. Яғни жаңа айтып кеттіңіздер, жүк, көлік дегендері, соның бәрін жазып шығасыздар. Топтық жұмыс балалар бірге жасаймыз, бірге. Сосын сіздер өз-өздеріңізді бағалайсыздар балалар. Қазір мен сүйттерді көрсетіп жіберейін. Оқисыздар, сосын өздеріңізді бағалайсыздар. Дұрыс істедіңіздер жоқ, қараңыздар. Мәтін бойынша деректермен кесте толтырасыздар, иә? Келтірген деректер жары дұрыс болса, сіздер не істейсіздер? 2 балл қосасыздар өздеріңізге. Ал егер тек қана қосып, кейбір деректеріңіз дұрыс болмаса, 1 балл ғана қосатын боласыздар. Сіздерге балалар 2 минут жеткілікті деп ойлаймын, 2 минут беріледі. Ал енді бірінші топты тыңдап, жұқанады, иә? Тыңдаймыз. Сиыр, ет, айран, май. Қойдан біз қаймақ аламыз ба не? Жақсы, сүт, құрт, ет дейді балалар. Мына қаймақ деген сөз сиырға жатады негізі. Жақсы, басқасы бәрі дұрыс. Не істейсіздер? Неге балл қосылмаған? Сіздер екінші салмаға 2 балл қосу керек. Және бұған сіздер 2 балл қосасыздар өздеріңізге. Сіздерде қазір неше балл болу керек? 7 балл болу керек, иә? 7 балл. Так, екінші топ бастаймыз ба? Қараңыз сіздерде? Мыналар тыңдай берейін. Үшінші топ оқи беріңіздер.
Uyku onun şok çözümleri kulisi birinci Sihir kuşku tek kuşku tek arasından Ешкіні сүтесін не ұстап, айна сүтіне жоғамыға бағына ешкі сүтіне насыраған. Өте жақсы. Өте жақсы. Неше бал қоясыздар? Жақсы балалар, ендеше мен сіздерге тағы да бір тапсырма болады. Бұл біздің соңғы тапсырмамыз, яғни бұл балалар. Бұл тапсырманы сіздер жұппен орындайсыздар. Жұппен, яғни бұл сөйлемдерді сіздер естесіздер дұрыс сәйкестендіру жалғасын жасап көру. Бұл сөйлемдердің барлығы балалар мәтіннен алынған бұл сөйлемдерді сіздер дұрыс құрастыруларыңыз керек. 2 минут 1 минут жеткілікті болады деп ойлаймын сіздерге. Жұппен орындап жасайсыздар. Иә, бірге екеуіңіз. Сіз екеуіңіз. Мұқият болыңыздар балалар. Бұл сөйлемдерді қарап жүріңіздер балалар. Дескрипторды қарап жүрейік. Маған қараңыздар балалар. Балалар, тыңдаңыздар. Егер де 1-2 сөйлемді дұрыс сәйкестендірсеңіздер, бір ғана бал қоясыздар. Егер де 3-4 сөйлем, барлық сөйлемдер дұрыс болса, 2 бал қоясыздар. Жақсы ма? Сіздерге 4 сөйлем берілген, иә? Тосамыз, екінші тосамыз. Берілген, сол жерде жақсылап тексеріп шығыңыздар. Сіздер болсаңыздар ауыстырыңыздар енді. Бір-бірлеріңізді қазір тексересіздер, ауыстырамыз. Сіз мына жаққа бересіз, еріңіз. Болған кезде не істейсіздер? Ауыстырасыздар. Сіздер тексеріп болғаннан кейін, тыңдаңыздар, қанша бал алып қосып өткен айтасыздар. Сіздер түсінсіз ме? Бір балма, 2 балма айтасыздар. Өздеріңіз бағалайсыздар. Сіздер көршіңіздер ма? Болдық па? Ауыстырдық па барлығымыз? Ал енді мен қазір дұрыс жауаптарын көрсетейін балалар. Сіздер қарап отырып не істейсіздер? Тексересіздер. Мынау дұрыс жауабы. Қараңыздар, сөйлемдеріңіз дұрыс болды ма? Тексересіздер де бағын қоясыздар. Тексеріп болсын. Міне, олай қоймайсыздар. Мен 4 сөйлемді дұрыс болса, сіз бал болсын дейсіздер, бал. Жазасыз бал. Яғни сіздер бір-бірлеріңізге айтасыздар, қанша бал қосыңыздар. 2 бал ғана беріледі. Ал енді домбыра әдісімен бағалаңыздар өздеріңізді. Қандай болды? Ал тексеріңіздер ме? Қанша бал? 2 бал? Сіздерде? Нет, 4 дұрыс, олар 2 ғана дұрыс. Оларға 1 бал бересіздер. Сіздер 2 бал қосасыздар. 1 бал ғана қосасыздар. Тексеріп болдыңыздар ма? 3-ші топ тексеріп болдыңыздар ма? Қанша бал бердіңіздер? Қазақша айтамыздар. Қанша бал? Білетін ештеңе болып тұрған жоқ, не болды? Дұрыс емес, иә? Сіздер қалай бағаладыңыздар? 4-еуде дұрыс па? Қанша бал бересіздер? 2 бал бересіздер, иә? 2 бал қосыңыздар. Енді балалар, қазір біз сабағымызды бекітуге тырысамыз, иә? Бекіткенде біз қазір барлықтарыңыз телефондарыңызды алыңыздар. Телефондарыңыз интернет бар ғой, иә балалар? Қазір мен сіздерге капотты шығарамын. Бұл жерде капотта сіздер әрқайсыңыз жеке орындайсыздар. Яғни қаншамды сіз мәтінді меңгердіңіздер, иә? Бүгінгі тақырыпты меңгердіңіздер. Яғни мұқият тыңдаймыз. Бұл жерде соңында 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алатын оқушылар анықталатын болады, иә? Сол оқушыларға менің әрине бүгін медальдарым бар. Және де ол оқушылар өздеріне 1 бал қосады. Және 4-ші, 5-ші орындарға шығады, ол оқушыларды өзіне 1 балдан қосады. Қалғандарыңыз қоса алмаймыз. Соңында сіздер маған айтасыздар, қанша бал жинағандарыңыз, жақсы ма? Кеше сіздерге ссылкасын жіберген болатын мен балалар. Біреулеріңізге егер де QR кодпен кіре алмасаңыздар, ссылкамен кірсеңіздер болады қазір. Тынышталамыз, сөйлеспейміз. Болады әрине. Мына жаққа келсеңіздер болады, мына жерде анық көрсетіледі.
QR-кодпен кіре алмайтындар ссылкамен кіріп алсаңыздар болады. Балалар, аттарыңызды жазыңыздар. Яғни, бізде телефон жоқ, бүгін жақсы екеуін бірге орындаймыздар, бірақ егер орын алып жатсаңыздар, кімде телефон сол сізге, бірақ бал қоса аласыздар, болдық па, бәріміз кірген жоқпыз, қалғандар бізге кірген жоқпыз. Кірдік па барлығымыз? Кірдік па? Қазақ халқы дала күйесі деп қай жануарды атады? Жылқыны, түйені, сиырды, қойды. Бұл жерде жылдамдықта балалар керек, болдық па барлығымыз? Қай жануардың терісінен қымыздаштардың саба, сүтін құятын торсын жасаған? Сиырдың терісінен, жылқының терісінен, түйенің терісінен, қойдың терісінен. Үшінші сұрақ. Қай жануардың жүнінен киіз басып, жіп еріп бау жасаған? Түйенің, жылқының, сиырдың, қойдың. Қай жануардың етінен қазы қарта, жал жая жасайды? Түйенің, сиырдың, жылқының, қойдың. Бесінші сұрақ балалар. Қазақ халқы қай жануарды уақ мал деп атаған? Сиырды, жылқыны, ешкіні, түйені, уақ мал. Соңғы сұрақ балалар, соңғы сұрақ. Қай жануардың жүнінен тек жамылғы көрпелер жасаған? Түйенің, жылқының, сиырдың, қойдың. Үшінші орынға Ділназ. Кімде телефон? Наргиз адамы, Наргиза шығамыз. Полина, екінші орын. Шығамыз, Полина. Нет, Ділназ, сіз отырасыз екен бір неден ғана. Екеуіміз. Кімде телефон бол? Телефон кімде де? Сіз шығамыз. Екінші орын Полина шығамыз. Алина шығады. Ерасыл сіз емханаға бір-бірден шығасыздар. Яғни бірінші орынға бізде негізі бұл Ерасылдың көмегі шығар, Ерасыл негізі бұл медальді сіз тауыңыз керек шығар. Жарайды, екеуіңіз жарайсыңдар. Бірінші орын Алина алды. Екінші орын бізде кім? Екінші орын. Үшінші орын Ділназ. Ділназ бен Наргиза, екеуіңіз. Жарайсыңдар. Яғни сіздер және төртінші, бесінші орын алған кімдер балалар? Аида және Валя екен, Значит, барлықтарыңыз, яғни осы аталған аттар бір балға қосылып отырыңыздар. Енді барлықтарыңыз маған көрсетіңіздерші, қанша балл жинадыңыздар? Номераларыңызды көрсетіңіздер. 10 балл. Номераларыңыз қайда? 9 балл, 10 балл, сіздерде 7 балл ма сіздерде бүгін? Жарайды. Здесь 8 балл, 8 балл. Сіздерде 10 балл.
телефон ба? Жақсы, жарайсыздар балалар. Ал ендеше барлықтарыңыз маған кері байланыс жасаңыздар. Мына алдарыңызда мынандай асықтар жатыр. Яғни сіздер егер де өте жақсы түсінген болсаңыздар, сабақ сіздерге бүгін барлық түсінікті болса, жақсы түсті көрсетесіздер. Егер де сіздер, яғни кейбір тапсырмалар болғанда, кейбір тапсырмалар түсіне алмай қалған болсаңыздар, сарын көрсетесіздер. Егер мүлдем түсініксіз болса, яғни қызыл түсті көрсетесіздер. Көрсетіңіздер. Көрсетіңіздерші. Жақсы. Ендеше барлықтарыңыз қойыңыздар. Енді мына жерде қағаздар бар балалар. Қандай тапсырма сіздерге ұнады, қай тапсырманы сіз бүгін керемет орындадыңыз? Сол туралы ақпарат қысқаша жазасыз, ма? Барлықтарыңыз балалар, не сіздерге, немесе былай істесеңіздер, яғни не сіздерге бүгін қандай тапсырма ұнады және бүгін одан алдын сіздер не білдіңіздер? Бүгін сабақтан ендір тағы не білгілеріңіз келеді? Үшпен тастағы біреу беремін. Яғни балалар, бұған дейін, яғни бұл сабаққа дейін сіздер не білген едіңіздер? Яғни бүгін не білдіңіздер, қандай жаңа ақпарат және не білгілеріңіз келеді? Яғни бар. Сіздерге жеткілікті ме? Кері байланыс жазыңыздаршы балалар. Сіздер бүгін төрт тіл туралы не одан алды білдіңіздер? Бүгінгі сабақтан түсінбедіңіздер ме? Мен білдім, яғни мен білдім деген не білдіңіздер оған дейін. Бүгінгі сабақта не білдіңіздер? Ал енді болашақта тағы не білгілеріңіз болады? Бірге топпен ойластырсаңыздар болады, егер қиындау жасыз. Мысалы сіздер төрт түліктің төлін білдіңіздер ме? Әлде пірлерін одан алып білдіңіздер ме? Әлде бүгін сабақта білдіңіздер ме? Мысалы, сіздер төрт түлікті бүгін ғана өтіп жатқан жоқсыздар, бұны 3-2 сыныптан басталады ол тақырып. Төрт түлікте үй жануарлары. Яғни, сонымен қатар сіздер бүгін қандай жаңа ақпарат білдіңіздер? Тағы не білгілеріңіз келеді осы туралы, жарай ма? Не білгілеріңіз келеді тағы? Қысқаша, мүмкін сіз. Ал енді кім айтып бере алады? Ерасыл, сен айтшы өзің, не жаздың? Не жазғандар айтшы? Орамал ма? Орамал деген шапан айтып тұрсың ба? Әлде жамылғы көрпе ме? Жамылғы көрпе, е? Төл білдіңіз, е? Тағы не білгілеріңіз келеді? Әлде сіздерге бүгінгі ақпарат жеткілікті ме? Жеткілікті, е? Жақсы. Сіздер? Маған ойын қахот ұнады. Қахот ұнады сізге, е? Жақсы. Сіздерге бүгін қандай ақпарат жаңалық болды? Жаңа ақпарат. Жануарлар несі? Сиырдың терісінен жасалатын сабан айтып тұрсыз ба? Жалпы сиырдың, жалпы төрт түліктен әртүрлі заттар жасалынатын білдіңіздер, е бүгін? Жақсы. Ал төртінші топ, сіздер не айтасыздар? Төрт түл пайдасы білдіңіз, е? Жақсы. Ал енді не білгілеріңіз келеді? Әлде бүгінгі ақпарат сіздерге жеткілікті ме? Жеткілікті ме? Әлде тағы да бірдеңені білгілеріңіз келе ме? Мысалы, сүтпен айранды қалай жасайтын, е? Немесе қымызды қалай жасайтын білгілеріңіз келеді шығар, е? Жақсы. Сондай бір қосымша ақпараттарды балалар сіздер қосып кетсеңіздер болар еді. Ал енді үй жұмысын беріп алайын сіздерге. Осы балалар сіздерге кітап оқулықта 63-ші беттегі 10-шы тапсырма сұрақтарға жауап беру. Бұл жерде сіздерге 8 сұрақ берілген мәтін бойынша. Жарайсыздар балалар, көп рахмет сіздерге.